балам. Келіндер балаларым, отырыңдар. Көке, бізге ат жасаватсың ба? Я балам, мен сендерге ойнайтын ат жасап жатырмын. Сіздің жасаған атыңызбен ойнағымыз келеді. Жарайды балам. Мен сендерге ертеректе ұмытылып баратқан шөген ойынын айтайын. Шөген ойыны екі командаға бөлініп ойнайды. Ат үстінде отырып допты қарсылас команда шөгеніне салады. Қайсы көп допты салады, сол жеңіске жетеді. Балалар, ойынды шартын түсіндіңдер ма? Енді осы ойынды ойнаймыз ба? Балалар, қазір ана шөгенге допты қарсылас команда саламыз, жема? Жарайды. Сол себепті сендер қазір бұл ойында ептілікке, жылдамдыққа үйрететін жарыс. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Қазір допты қай команда шөгенге допты көп салады, сол команда ұсқа жетеді. Сендер мына шөгенге саласыңдар, сендер мына шөгенге саласыңдар. Балалар, сендерге шөген ойын ұнады ма? Ұнады, тағы ойнайықшы. Жарайсыңдар. Келесте қазақтық ұлттық ойын асық алып келдім қалтамен сендерге. Келесте асық ойнаймыз, алтын сақа. Қазақтың ұлттық ойын дәстүрлейміз. Бір қалтадан асық береміз сендерге. Келесте асық ойын ойнатамыз.